Наше производство ТТО «Балмуздак» является одним из лидеров производства мороженого в Казахстане. Было основано в 1987 году. Основателем был Турдиев Адхам Надырович. 37 жылдық тарихқа ие өндіріс орны. Бұл жерде балмұздақ өнімі шығарылады. Одан басқа полуфабрикаттар, қатпарлы қамыр, тұшпара, үй тұшпарасы, вареники, конфеттің 15 түрі шығарылады. Негізгі өніміміз деуге болады. Ол балмұздақ 150-ден артық түрі бар. Біздің өніміміз табиғи сүттен жасалады. У нас более 250 рабочих. В основном все местные жители. Являемся одним из крупных в регионе, в Толебийском районе, налогоплательщиками. Обеспечиваем людей рабочими местами. У нас в производстве двухразовое питание, развозка имеется, двухсменная работа. У нас сырье, ингредиенты все покупаются с Европы, качество европейское стараемся держать. Оборудование все покупается с Европы, с Китая. Делаем все возможное, чтобы наш продукт был полезным, самым любимым детьми, народом Казахстана, людьми. Енді өндірістің тарихына келетін болсақ, бұл өндіріс орны 1987 жылы іргетасы қаланған. Бұл өндіріс орнының негізін қалаушы Турдиев Адхам Надырович. Сол кезде осы ауылдың адамдарымен басында 8 адам жұмыспен қамтылған. 5-6 түрі болған болса, балмұздақтың қазір салыстыра келіп айтсақ, қазір 200-ден жуық адам жұмыс істейді. 90-шы жылдарда балмұздақ тек қана оңтүстікте таралған болса, қазір құдайға шүкір бүкіл Қазақстанның барлық қалаларында бар. Одан басқа көршілес елдерге, Өзбекстанға экспорт 2-3 жылдан бері жүргізіліп жатыр. Тәжікстан, Қытай мемлекетіне келіссөздер жүргізіліп жатыр. Құдай қаласа, Алла бұйыртса, ояқада экспортты күшейтеміз. Также мы стараемся модернизировать свое производство. У нас очень много новинок мороженого. В том плане идем в ногу со временем. Это виды мороженого безлактозное, то есть мороженое без молока. Идут разные разработки. В основном стараемся разрабатывать новые виды мороженого в Европе, в Австрии. С Россией сотрудничаем. С Германией у нас основная. Это партнеры, это Германия, Австрия. 90-шы жылдарда қойылған барлық оборудование линиялар 100% жаңартылған. Қазір таңда осы жылы үлкен модернизация жұмыстары жүргізіліп жатыр. Өздеріңіз көріп куә болыңыздар. Италиядан, Австриядан, Қытай мемлекетінен біраз оборудование алынды. Құдай қаласа, олардың монтаж жұмыстары жүргізіліп жатыр. Құдай қаласа, осы сезонның ортасына линиялардың бәрін Құдай қаласа қосамыз. Бұл зауыттың іргетасын қалаған Адхам Надыровичтің сөзі, жақсы сөзі. Біздің ұранымыз Ленгір балмұздағының ұраны деп айтуға да болады. Біздің міндетіміз адамдарға қуаныш сыйлау. Әрбір отбасыда қуаныш сыйлау. Әрине, біздің өніміміз Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі отбасыларға қуаныш сыйлап қоймай, қоршаған ортаға,
сіз айтпақшы табиғатқа зиянсыз өндірістік орны болса, нұр үстіне әрине нұр болады. Осы өндірістік орнының зауыттың іргетасын қалаған Атхам Надыровичтің ұлы Ильяр Атхамович энергияның, баламалы энергия көздерін пайдалануды, өндірістік орында пайдалануды бұрындан ойланып жүрген поставщик жігіттер. ПРО-ның оның қандай бір бөлімін субсидиялау туралы айтты. Қолданып жатқан энергиямызды үнемдеуге көмектесетін туралы бізге есептеп, дәлелдеп беріп, содан соның үшін батарея қойдық. Құдай қаласа, енді қойғанымызға енді 3-4 ай болды. Құдай қаласа, 1-2 жылда оның нәтижесін көретін шығармыз. Бізде өндірістік орнында 410 киловаттық солнечный панель орнатылған. Бұл панельдерден 3 складымыз, дайын өнімді сақтайтын 3 складымыз энергияны алады, сояға жалғанған. Да, в одной из поездок в Европу я лично, до этого супруг тоже говорил об этом часто. Он рассказывал, что как зеленая энергетика развивается в Европе. Ну, я слышала, но представления не имела. Первый раз, когда я побыла в Германии, там я увидела вот эти панели, начала интересоваться, более углубленно, да. И я поняла, что за зеленую энергетику будущее. У нас в регионе очень большая проблема с энергетикой. То есть у нас постоянно перебои, цена на электроэнергию очень высокая, да, а потребляемость у нас большая. У нас один простой, очень убытков очень много. Если свет на секунду даже остановить, отключается, у нас убытки очень большие идут. И вот эти проблемы у нас год за годом все больше и больше становилось. И вот, наверное, точка кипения, наверное, такая подошла, и мы решили, да, вот в этом году будем устанавливать, потому что дальше уже очень сложно, производство у нас растет, цены растут на электроэнергию. Это наш склад готовой продукции. Отсюда готовая продукция поставляется нашим потребителям. Вот этот склад потребляет солнечную энергию. Оно, конечно, не все не покрывает, но экономит, помогает экономить. Возобновляемые энергии помогают. Шын айту керек, ПРО организациясын осы солнечный батарея панельді қоюды бастаған күннен бастап тығыз байланыста жұмыс істейтін болдық. Олар бізге өздерін одан алдын мәлім бір дәрежеде мәлімет алған шығармыз, бірақ осы панельден кейін ПРО-мен тығыз байланыста істейтін болдық. ПРО-ның Қазақстандағы шетелдегі өкілдері біздің өндіріс орнына келіп, солнечный панельді производствоны келіп, өздерін лебіздерін, тілектерін айтып кетті. Жақын күндерде Роберт деген ПРО-ның Канададағы өкілі келіп кетті, Астанадан келіп кетті. Енді ПРО-мен Құдай қаласа басқа бағытта да Құдай қаласа жұмыс атқару ниетіміз бар. Вот после наши ребята начали, юристы, бухгалтера начали работу над этим, чтобы получить субсидии. Нас одобрили. Потом наши, если правильно сказать, мы в регионе стали показательным центром, да?
Люди с Европы приезжали к нам смотреть, с Узбекистана, с ближних и дальних зарубежья приходили и смотрели, как это все выглядит, как оно работает на самом деле в производстве. Есть ребята, я же говорю, это Аскуя тоже, которые... Аскуя, я настолько поняла, это как счетчик правильный, точно до нулей, до правильного измерения, да. Есть компании, которые этим занимаются. Продолжаем, то есть, совершенствоваться. Мен бәрін мысал ретінде айтуды жақсы көремін. Осы панельді қойғаннан кейін аттарын айтмасам да болады. Шымкенттен 2-3 кәсіпорынның бастықтары шетелдік инвесторлармен, шетелдік мамандармен осы панельді, бізге орнатылған панельдерді көріп, бізбен ақылдасуға келді. Мен өзім ойым, әрине баламалы энергия көздерін пайдалану керек. Европа мемлекеттерінде мен білетін, өзім көріп келгенім, Турцияда әрбір үйде осындай солнечный панельдер бар. Әрбір үйде. Оларда міндеттеп қойған. Европа мемлекеттерінде көп. Құдай қаласа, бізде де сондай дәрежеге жететін шығармыз. Экология – это в дальнейшем увеличить панели, устанавливать экобаки, тоже, как мы слышали, ПРООН тоже субсидирует. Потом в будущем хотим полностью наши технические автомашины, то есть рефрижераторы, желательно перенести на батареи, на машины, которые ездят на батарейках. Альтернативная энергетика, да, конечно, это, мне кажется, в будущем за альтернативную энергетику, в будущем. Для климата, экологии Казахстана это очень важно. Я считаю, это очень... В будущем одним из главных проблем это будет климат, экология. А альтернативная энергетика, она улучшит состояние климата, экологии. Такое желание у нас уже созревало давно. Цели, задачи у нас были поставлены. Ну, конечно, решились на этот шаг для того, чтобы сэкономить, улучшить. Потом, конечно, у нас такие цели на будущее – это стать самым экологичным предприятием в Казахстане.